Әдебиетте иіс сезімі ерекше орын алады. Ол кейіпкердің сезімін, естелігін, күйін білдіретін маңызды көркемдік құрал. Әбіш Кекілбаевтың «Бәйгеторы» әңгімесінде иіс сезімнің бейнелеудегі рөлі ерекше. Бұл бейнематериалда біз осы тақырыпты қарастырып, иістің көркемдік қызметін талдаймыз. «Бәйгеторы» адам мен жылқы арасындағы терең байланыс туралы әңгіме. Әңгімеде жылқының иіс сезу арқылы айналасындағы дүниені қабылдауы, адамдардың көңіл күйін түсінуі және олармен эмоционалды байланыс көрсетуі бейнелейді. Жылқының иісті сезуі, оның иісін сағынып, сезінуі арқылы кейіпкердің ішкі әлемі сипатталады. Әбіш Кекілбаев иіс арқылы кейіпкердің дүниеге деген көзқарасын тереңдетеді. Иіс танымдық, сезімдік, естелік және символдық қызметі атқарып, оқырманға әртүрлі эмоциялар мен көріністерді жеткізеді. Жылқының иісі арқылы туған жердің, адамның, табиғаттың бейнесі ашылады. Осылайша иіс тек сезіну құралы емес, рухани байланыс құралы ретінде көрінеді. Әбіш Кекілбаев «Бәйгеторы» әңгімесінде иіс сезімнің әдебиеттегі күрделі көркемдік құрал ретінде қолданған. Бұл шығармада иіс кейіпкердің ішкі әлемін аша отырып, оқырманға табиғат пен адам арасындағы терең байланыс сездіреді. Жазушы иіс арқылы кейіпкерлердің психологиясын, олардың сағынышы мен қуанышын бейнелейді. Әңгімеде иіс сезімнің көркемдік қызметі әдебиетте маңызды орын алатындығын көрсетеді.